Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге мына алдында көрсеткен фикус бенджаминаның мынандай пестролистный сортын көрсеткім келіп отыр. Қараңыздар, мына жапырақтарын төгіп мынандай болып жатыр. Мен алдында болған доктор препаратын горшогына салған болатынмын, бірақ әлде де салғаныма көп болған жоқ. Доктор препаратын негізі 1 апта 10 күннің ішінде әсер ете бастайды. Мен доктор препаратын салғаннан кейін су құю керекпін, су құймадым. Себебі мынау ылғалды болды да. Осылай қолмен тексереміз ғой, әр кез сайын қолмен тексергенде ылғалды болған жоқ. Қазір енді мен бұған су құямын, және де оған қосымша жапырақтарында да кішкене шіркейлер, паутина клещ па, сондайлар зиянкестер пайда болыпты. Мен оған мынандай актилик деген препарат қолданамын. Қалай қолданатынымды мен сіздерге көрсетейін. Бұл актилик препараты мынандай капсулада болады. Осындай капсулада болады. Көрініп тұр ма сіздерге? Капсула ампулада болады. Осыны мынандай шприцқа тартып аламын. 2 литр, 2,5 литр суға кетеді, бірақ маған оның көбі керек емес. Сол себепті де мен мынандай шприцқа тартып алып, өзіме керекті мөлшердегі суыма азғантайдан қосып, мысалы мынау жарты литрлік ыдыс. Осыған мен кішкентай ғана мөлшерін осылай қосамын да, қалғаны осылай шприцта тұра береді. Мен бұны қайтадан қойып қоямын. Келесі гүлдеріме егер зиянкестер түссе, осымен обработка жасаймын. Мұны қараңыздар, мутный болып кетті бірдестен. Иісі бар, кәдімгідей зиянкестерді улайтын. Енді осылай жапырақтарының барлығына мұқият сеуіп шығамыз. Жапырақтарының арты, алды барлығына тию керек бұл препарат. Содан кейін, 1 аптадан кейін тағы да қайталаймыз осы процедураны, осы актиликпен. Және егер топырақтарының беткі жағында тағы да зиянкестер болады, паутина клещ ол топырақтарына жұмыртқаларын тастайды. Сол себепті де топырақтарына да осылай сеуіп қойсаңыздар болады. Жақсылап обработка жасаймыз. Негізінде бұның зияны жоқ. Айына болмаса 2 айда 1 рет осылай обработка жасасаңыздар, гүлдеріңізге ешқандай да зиян тимейді. Міндетті түрде осындай күз айында бөлме гүлдеріне зиянкестер көп тиеді. Себебі, мысалы, жазы бойы біз терезені ашып қоямыз деген сияқты барлық зиянкестер даладан келеді негізінде. Сол себепті де күн суытқан кезде осылай бөлменің гүлдеріне тисе бастайды. Даладағы, мысалы, жапырақтар барлығы сарғайып, қурап, гүлдердің барлығы қурап болғаннан кейін олар үйдегі бөлме гүлдеріне тисе бастайды. Сол себепті де күз айында міндетті түрде кейбір адамдар далада ұстайды гүлдерді. Сол себепті үйге кіргізер алдын міндетті түрде осындай препаратпен обработка жасағандарыңыз дұрыс. Достар, мен мына актилик препаратымен обработка жасадым. Егер маған заказ беремін десеңіздер, доставкамен жеткізіп бере аламын. Кез келген препаратқа, тыңайтқышқа. Мен экранға WhatsApp номерімді қалдырып кетемін. Сол жаққа жазсаңыздар болады. Өздеріңіздің гүлдеріңізге керекті препаратты, тыңайтқышты барлығын таңдап бере аламын. Және мөлшерін барлығын үйретіп, кеңесімді айта аламын. Гүлдеріңіз жайқалып өсіп, сіздерді қуанта берсін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Және мен описанияға Instagram ссылкасын қалдырып кетемін. Instagram парақшама да өтіп тіркеліп қойыңыздар. Сол жақта да көп гүлдердің күтімімен бөлісіп отыратын боламын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.